Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге мен Бекжан Херабрин. Бұл ракеталардың 6-шы бөлімі. Ракеталардың 6-шы бөліміне қош келдіңіздер. Менің механизмдердің 15-ші бөліміне 9 лайк жиналғасын. Мен бірақ 5 лайк дедім достар, бірақ 9 лайк жиналыпты. Өте көп, сіздерге көп рахмет. Соған орай мен ракеталардың 6-шы бөлімін шығардым. Ракеталардың 6-шы бөлімін мен көп ойланып, осындай қалауды шештім. Көп күн өтті. Кеттік онда. Біз бұған мынаққа редстоун кастыстар. Редстоун қоямыз. Ракетамыз жүргенде өте жай. Өткені бұда 2 липке поршын бар, соны жай қалады. Ал егер 1 липке поршын болса, онда тез жүреді. Мынау 2-ді бұл қалыңдығы 2 болатын. 2 штук стекло. Осындай жарылыс болды. Енді жасау жолын көрсетеміз достар. Кеттік. Жасау үшін көп зат керек емес. Бізге тек қана 7 зат керек. Онда кеттік. Биік жер таңдап аламыз. Мен бірақ достар жасап жатқанда сөйлемей істеймін. Себебі сөйлемей істесеңіз тез болады. Ал тез болса YouTube'ға видео тез жіберіледі. Бұның поршендер мұқият қарап отырыңыздар, себебі бір поршен дұрыс болмай кетсе, онда ракетамыз жүрмейді. Мысалы, липкий поршен, обычный поршен дегендей. Енді көрейік достар, жүре ме екен. Газ. Бұны негізімен дұрыс істемей қалдым. Бұны бұлай жақындатып істеу керек. Жақындатып істемесе, липкий поршен өзіне тарта алмай қалады. Енді көрейік. Достар, бәрі дұрыс. Жүреді. Енді бұның динамиттерін қоямыз достар. Динамитін қою үшін біз тағы да бір поршенмен жүктейміз. Мынаққа 3 слайм блок қоямыз. Оған тағы 3 блок слайм блок тіркейміз. 1, 2, 3. Сізде шатасып кетпес үшін мен санап айтып жатырмын. Сосын мынаққа 1 динамит. Жарып алмаңыздар, байқаңыздар. Бұл қиын. Кейбіреуіне оңай болады. Аның бүкіл жеріне динамит қойып шығамыз. Төбесіне емес. Төбесіне. Әр жеріне қойып шығамыз. Бірақ мен қойып жатқан жеріне қойыңыз, әйтпесе жүрмей қалуы мүмкін. Болды. Достар, болды. Енді біз ракетамызды жүргізу үшін қызыл блок керек. Қызыл камень, редстоун блок керек, короче айтқанда.
міне біздің ракетамыз жүреді. Оны тоқтату үшін бізге бір-ақ блокта жеткілікті. Максимально қойылған. Дауысы қатты достар. Мен әдейі қатты қойып қойдым, өйткені бәріңізге естілу үшін. Ал видео ұнаса лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Егер осы видеоға достар 7 лайк жинасақ, жоқ 7 лайк емес, 9 лайк жинасақ, онда мен не көрсетемін достар? Не бар деп ойлайсыздар? Егер осы видеоға 9 лайк жинасақ, мен ракеталардың, жоқ, роботтардың 6-шы бөлімін көрсететін боламын достар. Ең мықты робот. Мен оған дайындап қойғанмын. Егер осы видеоға 9 лайк жинасақ, онда мен роботтардың 6-шы бөлімін көрсетемін. Жоқ. Нешінші бөлім достар? 5-ші бөлім көрсетемін. Кешіріңіздер. Ал видео аяқталды достар. Сау болыңыздар деп айтпаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.